Мен елге оралғанда туған анам мені танымай қалды. Бес қабатты ескі үйдің үшінші қабатында өз пәтерінің босағасында тұрып маған үрейлене қарады. Сізге кім керек? Деді ол. Дауысы дірілдеп тұр. Мен өз есімімді атадым. Осыдан 11 жыл бұрынғы есімімді. Оның өңі қуарып, есік жақтауына сүйене кетті. Менің қызым өлген, деді ол сыбырлап. 82-ші жылы қара қағазы келген. Сіз кімсіз өзі? Мен не дерімді білмедім. Расымен де 1980 жылдың көктемінде бұл үйден шығып кеткен бойжеткен баяғыда өлген еді. Бастамас бұрын бізді қай жерден көріп отырғандарыңызды жазыңыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Тек анам ойлағандай бір сәтте емес, біртіндеп жан азабымен өлген болатын. Менің аты жөнім Бәтес Кемелова. Ауған шекарасын алғаш аттағанда 23-те едім, ал кері қайтқанда 34-ке келдім. Осы екі датаның арасында мен айтып жеткізе алмайтын тұтас бір өмір жатыр. Десе де айтып көрейін. 1979 жылдың көктемінде Алматыдағы медицина институтын бітірдім. Қызыл диплом. Интернационалдық борышқа, халықтар достығына, біздің ұлы елдің қараңғылықпен езгіде жатқандарға жарық сәуле шашатынына шын жүректен сенетінмін. Аңғалдық дерсіз? Қазіргі көзбен қарасаң, иә. Ал ол кездегі таныммен жоқ. Күннің шығыстан шығатыны қандай ақиқат болса, бұл да маған сондай талассыз шындық болып көрінетін. Жігітім бар еді. Есімі Асқар. Ауыр машина жасау зауытында инженер-конструктор болатын. 77-ші жылы 1 мамыр шеруінде танысқанбыз. Ол өз зауытының ұжымымен, мен институт студенттерімен қатар жүріп келе жатқанбыз. Кездейсоқ көзіміз түйісіп қалды да, ол маған қалың нөпірдің арасынан жымиып қарады. Кейін шеру тарқағанда алаңда қуып жетті. Шығарып салуға рұқсат сұрады. Келістім. Қаланың саябағын аралап, кеш батқанша қыдырдық. Ол өз жұмысы туралы, турбиналар мен сызбалар жайлы, жаңа технологиялар хақында майын тамызып айтатын. Жартысын түсінбесем де үйік тыңдайтынмын. Себебі ол кемір терсек туралы емес, жанды нәрсе туралы айтып тұрғандай әсер беретін. Ал мен оған медицина туралы, адамдарға көмектескім келетінін, көмегім ауадай қажет, алыс бір жақтарда еңбек етуді армандайтынымды айттым. 78 жылдың шілдесінде шаңырақ көтердік. Дүркіретіп өткізбесек те, жарасымды той болды. Ақ көйлекті құрбыларымен қосылып өзім тіккенмін. Тойды зауыттың мәдениет үйінде жасадық. Асқар өзі келісіпті. 40 шақты қонақ, түн ортасына дейін би, бетінде аққу бейнесі бар үлкен торт. Анам қуаныштан жылап алды. Асқардың әкесі майдангер қария еді. Жастарға батасын берді. Ұзақ ғұмыр, бақытты өмір тіледі. Жамандық көрмесін деді. Біз қала шетінен коммуналдық пәтерден бір бөлме жалдадық. Бар жоғы 13 шаршы метр. Төбесі биік, керезесі тар аулаға қарайтын қуықтай бөлме. Бірақ бұл біздің өз отауымыз еді. Кешкісін Асқар үстелге үңіліп сызба сызатын. Мен медициналық журналдарды ақтаратынмын. Кейде киноға барамыз. Бала сүйгіміз келетін, жеке пәтеріміз болса деп армандайтынбыз. Болашағымыз жарқын көрінетін. Содан кейін соғыс басталды. Әрине, ол кезде оны ешкім соғыс деп атамайтын. Интернационалдық көмек, шектеулі контингент, дос ауған халқын қолдау дейтін. 79 жылдың желтоқсаны. Газеттегі хабарлар қысқа қайырылса да, мен үңіле оқитынмын. Ауғанстан. Бауырлас елге көмек. Жас революция қауіп астында. 80-ші жылдың ақпанында институт қабырғасына хабарландыру ілінді. Ауғанстан Демократиялық Республикасына жұмысқа дәрігерлер керек екен. Еріктілер. Жалақысы қомақты. Іссапар ақысы төленеді. Ең бастысы, қайтып келген соң кезексіз пәтер алу мүмкіндігі бар. Мен сол хабарландырудың алдында ұзақ тұрып қалдым. Асқар үзілді-кесілді қарсы болды. Отау құрғалы бері бірінші рет қатты ұрыстық. Есімнен ауысқансың ба? Деп айқайлады ол. Тар бөлменің ішінде ары-бері жүріп. Ол жақта соғыс Бәтес, нағыз соғыс. Оқ атылып, адам өліп жатыр. Соғыс емес, көмек, деп дауластым мен. Сол ішінде дәрігерлер керек қой. Асқар, өзім айтушы едің ғой, ерге пайдамыз тию керек деп. Мен осындағы еңбекті айттым.
Саған сол Ауғанстанның не керегі бар? Бізде де аурулар жетіп артылады. Осында қал. Ол жақта енді ғана жаңа өмір басталып жатыр. Оларға қол ұшын созу керек. Оның үстіне пәтер мәселесі шешіледі, Асқаржан. Бізге пәтер береді. Тұтас бір пәтер. Кісі есігіндегі тар бөлме емес, өзіміздің кең шаңырағымыз болады. Ол үнсіз қалды да, төсекке отырып, басын төмен салды. Керек емес, деді ол ақырын ғана. Бәтес, өтінемін, бармашы. Жүрегім бір жамандықты сезеді. Басқа амалын табайық. Мен көбірек жұмыс істеймін, қосымша табыс табамын. Бірнеше жылдан соң пәтерге өзіміз-ақ қол жеткіземіз. Бірнеше жылдан соң, деп қайталадым мен. Ол қанша? 5 жыл ма, 10 жыл ма? Ал мына жаққа бар болғаны 1 жылға ғана барамын. Бәлкім одан да аз уақытқа. Қайтып келгенімде өз үйіміз, өз босағамыз болады. Ол маған басын көтеріп қарады. Көзіндегі мұңның ауырлығы сондай, жүрегім дір ете қалды. Бірақ сыр білдірмедім. Егер кетіп қалсаң, деді ол әр сөзін нықтап. Сені күтіп ала аламын ба, жоқ па, оны білмеймін. Әрине күте аласың, деп жауап қаттым. Бірақ бұл сөзімде өзім сенетіндей қайрат жоқ еді. 1 жыл деген не тәйірі? Зыр етіп өте шығады. Мен саған апта сайын хат жазып тұрамын. Анам да бұл шешіміме үзілді-кесілді қарсы болды. Ал әкем тіл қатпады. Ол кісі 2 жыл бұрын келмес сапарға аттанған еді. Сондықтан оның ендігі пікірін білу маған жазбапты. Анамның көз жасы көл болды. Мені райымнан қайтарғысы келіп, шарпыр болды. Еңбекпен есейген, әжім торлаған қолмен алақанымды қысып, құлыным бармашы, жүрегім сезет, ол жақ қатерлі, өтінем қалшы, деп жалынды. Анашым, мен дәрігермін ғой, дедім мен. Ол жақта менің көмегім ауадай қажет, бұл уақытша нәрсе. Ол маған ұзақ қарап тұрды да, шарасыздықтан басын баяу изеді. Сен қашанда қырсық едің, деді күрсініп. Тура әкең аумай қалғансың. Бір нәрсені шешсең, сені тоқтату мүмкін емес. Мен оны құшақтадым. Құшағымдағы анамның қаншалықты кішкентай, әлжуаз болып қалғанын сонда ғана сезгендеймін. 23-те едім. Қайрат күшім бойыма сыймай, арманым асқақтап тұрған шақ. 50-ге де толмаған анам маған қатайып қалғандай көрінетін. Оның өмірді менен гөрі терең түсінетінін ол кезде ұқпаппын ғой. 1980 жылдың сәуір айы. Құжаттарға қол қойдым. Кеңес әскерінің госпиталіне дәрігер-терапевт ретінде Кабул қаласына 1 жылдық іс-сапар. Жалақысы біздің жақтан 3 есе көп. Елге қайтқан соң баспаналы боласын деген уәде қызықтырды. Вокзал басы. Асқар мені шығарып салды. Перронда тұрмыз. Ол қолымды қатты қысқан сонша жаным ауырып кетті. Өзіңді сақтағайсың, деді ол. Өтінемін, аман болшы. Сақтаймын, деп уәде бердім. 1 жылдан соң ораламын. Сөйтіп өз шаңырағымызда жаңа өмір бастаймыз деп жоспар құрдық. Пойыз орнынан қозғалды. Ол алыстап кішкентай нүктеге айналғанша терезеден қол бұлғадым. Бұл менің бейбіт өмірімнің соңғы көрінісі екен. Ұшағымыз Кабулға мамырдың таңында қонды. Мұндай тауларды бұрын соңды көрмеппін. Қаланы қоршап алған қомырқай, сұсты, шет-шегі жоқ алып қабырғалар секілді. Аспаны шайдай ашық, көкпеңбек. Бірақ күннің өткірлігі көз қарықтырады. Ұшақтан түскенім сол еді. Бетіме ыстық леп ұрды. Құрғақ, қатал, маған мүлдем жат ауа. 20 шақты маманбыз, дәрігерлер, мейірбикелер және шаруашылық қызметкерлері. Бізді әскерилер күтіп алып, терезесі темір тормен қапталған автобустарға отырғызды. Ол кезде бұған аса мән бермедім. Қауіпсіздік шарасы шығар деп ойладым. Госпиталь. Кабулдың орталығында, кеңес әскерлерінің қалашығында орналасқан екен. Биік дуалдар, тікенек сымдар, мұнарадағы қарулы күзетшілер. Түрме ғой мынау, деген суық ой келді басыма. Бірақ бойымды үрейге билетпеуге тырыстым. Түрме емес, бұл қауіпсіздік. Маған медицина қызметкерлеріне арналған жатақханадан бөлме бұйырды. Шағын болса да өз бұрышым. Төсек, шкаф, үстел және қалың матамен тұмшаланған терезе. Бөлмені көрсеткен бас мейірбике. Түнде терезені ашушы болма, деп қатаң ескертті. Жалпы ашпағаным дұрыс. Бұл саған туған жерің емес.
Ертесіне қара жұмыс басталды. Жаралылар легі толастар емес. 19-20-дағы уыздай жас жігіттер. Оқ тиген, денесін жарықшақ тілген, күйік шалған, контузия алғандар. Тәулігіне 12 сағаттан, кейде одан да көп жұмыс істедік. Басым жастыққа тисе болды. Өлі ұйқыға кетемін. Ара-тұра алыстан естілген атыс даусынан оянатынмын. Дұшпандар ғой, қорықпа, олар алыста, бізге жете алмайды деп жұбататын өзгелер. Асқарға уәде еткенімдей, атта сайын хат жаздым. Жұмыстың ауырлығын, атта ыстықты, сағынышымды. Үйге қайтқым келетінін тізіп жазатынмын ұзақ хаттарға. Оның жауаптары сирек, айына бір рет қана келеді. Хаттары қысқа, салқын еді. Менің кетіп қалғаныма әлде ренішті екенін сезетінмін. Жазға қарай жағдай тіптен ушықты. Провинцияларда соғыс өрті лаулап кетті. Жаралыларды тік ұшақпен, жүк көлігімен, кейде тіпті зембілмен сүйреп әкелетін. Дұрыс ұйқыдан қалдым. Айнаға қарамағалда қай заман. 10 келідей салмақ тастап азып кеттім. Тамыз айында маған медицина қызметінің майоры Қасымов келді. Қарындасым, деді ол, сенің көмегің керек. Құлағым сізде, жолдас майор. Тапсырма бар. Кунар провинциясында бір ауылда жергілікті тұрғындарға арнап медпункт аштық. Саясат қой, түсінесің бе? Біздің мұнда көмек беріп, емдеп, қамқорлық жасап жатқанымызды көрсетуіміз керек. Дәрігер қажет. 1-2 айға. Мен кідіріп қалдым. Ал қауіпсіздік ше? Күзет болады. 2 автоматшы қасынан шықпайды. Оған қоса жақын маңдағы әскери базамен байланыс орнатылған. Қауіп төне қалса, дереу алып кетеміз. Бірақ қауіп болмауы тиіс. Ауыл тыныш, старшина, ақсақалдармен келісіп қойған. Мен ойланайын. Кез ойлан, жауабы бүгін керек. Мен сол кешті оймен өткіздім. Бір жағынан басынды бәйгеге тігу, екінші жағынан менің осында келгендегі түпкі мақсатында сол емес педі. Адамдарға көмектесу. Тек сарбаздарға ғана емес, жергілікті бейбіт халыққа да қол ұшын созу. Бұл жай ғана жара таңу конвейер емес, нағыз дәрігерлік міндет еді. Мен келісім бердім. Ертесіне дәрі-дәрмек келген сауытты техникаға отырғызды. Қасында 2 сарбаз және тәжік ұлтынан шыққан Махмуд есімді тілмаш бар. Тау жолмен 3 сағаттай жүрдік. Бұрқыраған шаң, аттабыстық, шоқалақ жол сілікпен шығарды. Сарбаздар ләм-мим деместен кемекілерін бұрқыратып отыр. Махмуд көңілді сөз айтпақ болғанмен езу тартар шамам жоқ. Бойымды үрей биледі, бірақ оны мойындауға намыстандым. Ауылдың аты Хазыр қала екен. 200-дей ғана тұрғыны бар. Балшықтан соғылған аласа үйлер, жалғыз көше. Медпунктті бұрынғы молданың үйіне орналастырдық. Ол кісі былтыр қайтыс болып, үйі бос тұрған екен. Едені қара жер, керезелері аңғал-саңғал 2 бөлме. Сәкілерді кіргізіп, масадан қорғайтын тор іліп, дала госпиталін жасақтадық. Алғашқыда жергілікті жұрт жолауға қорықты. Сырттан бақылап, өзара күңкілдесіп жүрді. Кейін бір кемпір немересін жетектеп келді. Баланың қызуы оттай жанып, өкпесі қабынған екен. 1 аптаның ішінде баланы аяғынан тік тұрғыздым. Содан кейін ел сеніп ағыла бастады. Дизентерия, қаназдық, сынық жарақат, тіс ауруы, бәрін емдедім. Тіпті босандырдым да. Таңның атысы, күннің батысы тыным жоқ. Махмуд сөзімді аударып, жанымнан қалмайды. Сәкен мен Болат есімді сарбаздар есік алдында карта ойнап, шылым шегумен күндерін өткізді. Ауған жерінде жүргелі алғаш рет дәрігерлік антыма адал екенімді, барар жері басар тауы қалмаған бейшара адамдарға пайдам тиіп жатқанын сезіндім. 3 апта зыр етіп өте шықты. Мешіт шатырынан естілетін қарт молданың азан даусына, ошақ түтіннің иісіне, науқастардың жүзіне бой үйреттім. Балалар маған күрімдей қарайтын, әйелдер алғыс ретінде тандыр нандарын әкелетін. Бәрі қыркүйектің қараңғы түнінде басталды. Тәтті ұйқыда жатқам, кенет автоматтың тарсылынан шошып ояндым. Айқай-шу, дүрбелең, түкке түсінбей орнымнан атып тұрдым. Қараңғыда ештеңе көрінбейді. Оқ дауысы дәл іргеден естіледі. Есік шалқасынан ашылып, босағада қарулы қарақшының сұлбасы пайда болды. Жан дауысым шыға айқайладым. Біреу қолынан шап беріп,
Жұлқи көтерді. «Сәкен, Болат!» деп бар даусыммен шақырадым. Жауап жоқ. Мені жермен сүйреп бара жатты. Қарсыластым, тырнадым, тістедім. Сол кезде бетімнен ауыр соққы тиіп, көз алдым қарауытып кетті. Аузыма шүберек тығып, қол аяғымды байлап тастады. Тастақ жолмен ұзақ жүрдік. Ес жисам, тау ішіндеміз. Айнала қыз жартас. Қарсы алдында сақал мұрты өскен, лас киімді 10 шақты дұшпан тұр. Маған біртүрлі қызығушылықпен қарайды. Өз тілдерінде бірдеңе деп күңкілдесті. Арасынан жасы үлкен біреуі маған жақындады. Орысшаны бұзып сөйлейді екен. «Дәрігер, сен емдейсің біздің адамдарды. Түсінесің бе?» Басымды изедім. «Жақсы емдесең тірі қаласың, болмаса өлесің. Ұқтың ба?» «Иә, түсіндім». Ол тістері түскен аузын ашып ыржиды да, «Кеттік» деді. Алғашқы айлардың қалай өткені есімде жоқ. Үнемі жолдамыз. Таулар, үңгірлер, иесіз қыстақтар. Бір жерде атталап, кейде бір күн ғана тұрақтаймыз. Дәрі-дәрмек қат. Сарбаздардан тартып алған трофейный қорапшалардағы бармен жаралы содырларды емдеп жүрдім. Мені өлтірмеді, себебі оларға ауадай қажет едім. Мұны бірден түсіндім. Оларда дәрігер жоқ. Жөнді ем көрмеген жаралылар кәдімгі оқ тиген жарадан іріндеп өле беретін. Мен олардың жалғыз үміті едім. Алғашында байлап ұстады, кейін онысын қойды. Қайда қашасың? Айнала мұзартшындар. Түн жамылып бір рет қашып көрдім. 1 сағатқа жеткізбей ұстап алды. Сондағы тепкінің астында қалғаным ай. 2 апта бойы орнымнан тұра алмай жаттым. Содан кейін тағдырға көндім. Сәкен мен Болаттың не болғанын, мені біреудің іздеп-іздемегенін сол күйі біле алмадым. Үміттендім. Алыстан тікшак күрлі естілсе болды. Жүрегім кеудеме сыймай атқақтап кететін. Бірақ олар төбемнен өте шығатын. Мен қала беретінмін. 2 аптада менің басыма қара күн туды. Аяусыз қорлады. Жанымды шүберекке түйіп қарсыластым. Айқайладым, тырнадым. Одан еш қайран болмады. 3 еді. Бәрі біткен соң, жер бауырлап жатып қалдым. Қимылдауға дәрмен жоқ. Көкке қарап жатып, Асқардың сөзіне құлақ аспағаныма өзегім өртенді. Үйде қалуым керек еді. Сол түннен кейін қарсыласуды қойдым. Кек жағдайды ушықтыратынын, қарсылықтың еш нәрсені өзгертпейтінін түсіндім. Бұйырғанын істедім. Жаралыларды емдедім. Маған жасаған қиянаттарына тіс жармай шыдадым. Кәнім осында болғанымен, жанымды басқа жаққа, қиял әлеміне жіберуді үйрендім. Таудың қысы қатал екен, суығы сүйектен өтеді. Ызғарлы жел өңменімнен өтеді. Үстімде жөнді киім де жоқ. Қолды болған кездегі жұқа халат қана. Біреуі ескі көрпе лақтырды. Түнімен соған оранып, қалтырап шығатынмын. Көзлу мұң. Көктемде олар басқа провинцияға ауысты. Бұл негізгі базалар екен. Тастан қаланған құрылыстар, қоршаулы аумақ. Осында 1 жылдан аса уақытым өтті. Маған қуықтай бөлме бұйырды. 2-нің ішкі өлшемі, едені қара жер. Керезе орнына қабырғадағы ойық қана. Бірақ бұл менің өз бұрышым еді. Ең болмаса, түнде мені ешкім мазаламайтын. Жерге жатамын. Баяғы ескі көрпені жамыламын. Таңертең бүйірім шаншып, сүйектерім қақсап оянатынмын. Тамақтан тарықтық. Қашан көрсең шелпек, кейде күріш. Ет дегенің тым сирек. Азық кеткенім сонша, керім сүйегіме жабысып қалды. Қолыма қараймын да танымаймын. Шидей болған, сіңірі шыққан, үсті басы тілікпен тыртық. Рашид есімді дала командирі мені меншіктеп алуды жөн көрітті. Келісімімді сұраған жоқ. Жасаққа енді бұл менікі деп кесіп айтты. Қалаған уақытында келеді. Кейде достарын ертіп әкеледі. Мен үндемеуді, тас мүсінге айналуды үйрендім. Өйткені айқаймен көз жасы оларды одан сайын еліртетін еді. Рашид қатыгез болғанымен бір мінез бар еді. Егер қарсы келмесем, ашуына тимесем, қол көтермейтін. Кек маған суық жанармен тесіле қарап, өз дегенін істететінде кетіп қалатын. Мен үшін осының өзі жеңіс саналды. Асқарды, анамды, баяғы бейбіт өмірімді ойламауға тырыстым. Неге екенін білмеймін. Мүмкін қырсықтық, мүмкін қорқыныш. Әйтеуір, ағзам өмір үшін күресуден бас тартпады. 1 жыл өтті. Сосын тағы 1 жыл.
Күндерді санаудан жаңылдым. Уақыт басы мен аяғы жоқ сұрқай тұманға айналды. Кеп күн мен түн, қара жұмыс пен ауру, аштық пен суық, қорлық пен үмітсіз күту ғана қалды. Бірақ бұл тозақ бітер емес. 3-ші жылы өз тілімді ұмыта бастадым. Мүлдем емес, әрине. Бірақ сөздер есіме баяу, қиындықпен түсетін болды. Кек науқастардан үйренген жергілікті диалектті де сөйлеймін. Шорқақ болсам да, қай жері ауыратынын, не істеу керегін түсіндіруге жететін. Есімім енді Бәтес емес, мені дәрігер немесе қазақ деп атады. Кейде басқа сөздермен атайтын, оның мағынасын өзім үшін аударғым келмеді. Кеңес тікұшақтарының кезекті шабуылында Рашид оққа ұшты. Не қуанарынды, не қайғырарынды білмедім. Жүрегім мұз болып қалған. Кегенді басқа біреудің меншігі болатынымды түсіндім. Жаңа командир Ахмат болды. Жасы 40-тар шамасында. Сақалына ақ түскен, бетін үлкен тыртық тілген адам. Ол Рашидтен ақылдырақ, қатал, бірақ өзінше әділ еді. Маған өзі тиіспеді. Рұқсатсыз басқалардың да жолауына тыйым салды. Мен бүлдіруге болмайтын бағалы мүлікке айналдым. Ахмат кейде менімен сөйлесетін. Кеңес одағы, Ресей туралы, біздің бұл елге неге келгенін жайлы сұрайтын. Не айтуға болатынын, не болмайтынын білмей, абайлап жауап беретінмін. Елге қайтқың келе ме? Деді ол бірде. Иә, дедім. Неге? Мен не дерімді білмедім. Неге қайтқым келеді? Менің есінде қалған үй енді жоқ қой. Асқар баяғыда басқаға үйленген шығар. Анам мені өлдіге санаған. Ол өмір келмеске кеткен. Жай ғана кеткім келеді, дедім ақыры. Ол менің өзім түсінбеген нәрсені ұққандай басын ізбеді. Соғыс бітуге жақын, деді ол. Бәлкім сонда босатармын. Мен оған сенбедім. Бірақ тұңғиыққа батып бара жатып, сол сөзге суға кеткен тал қармайғандай жармастым. Соғыс расымен аяқталуға таяу еді. Дұшпандардың қабағынан бір өзгеріс байқадым. Олардың бойындағы бұрынғы ашу мен үрей сейіліп, орнын сенімділік пен сабыр басқандай. Кеңес әскері шегініп жатты. Жақында олар бұл жерден мүлдем кетет деген қауесет желде есті. 1989 жылы араға қаншама жыл салып, кеңес әскерінің сарбазын алғаш рет көрдім. Тұтқынға түскен екен. 19-дағы уыздай жас жігіт, басынан қатты соқ қалған, аяғы жаралы. Оны алдыма лақтырып тастап, емдеуді бұйырды. Мен оның жүзіне қарап отырып, баяғы Сәкен мен Болатты, Кабулда қолынан өткен қаншама бозбаланы көргендей болдым. Оған ана тілімде кіл қатқым келді. Бірақ қорықтым. Жарасын үнсіз таңып жатыр едім, ол маған тесіле қарады. Күзетшілер сыртқа шыққан сәтті пайдаланып, сіз қазақсыз ба? Деп сұрады ақырым ғана. Саусағымды ерніме тигізіп, үнсіз бас изедім. Есімім Қайрат, деп сыбырлады ол. Сізді де тұтқын қалды ма? Баяғыда, дедім мен де күбірлеп. Өте ертеде. Жаратқан ием. Ол көзін жұмып, керең күрсінді. Қашу керек. Бірге қашайық. Менің қолымнан түк келмейді, деп сөзін бөліп жібердім. Мына аяғыңмен алысқа ұзай алмайсың. Әрекет етсек, мені де өлтіреді. Шыда. Тісімді тісіңе басып шыда. Бәлкім айырбастап қалар. Араға 2 күн салып, оны атып тастады. Не үшін екенін білмеймін. Қашпақш болды ма, әлде өзгелерге сабақ болсын деді ме, белгісіз. Оның өлімін көруге мені мәжбүрледі. Оқ жас денеге қадалғанын, оның жерге құлағанын кірпік қақпай көрдім. Жыламадым да, теріс айналмадым да. Сол күні менің ішімдегі соңғы үміт жібі бір жола үзілді. 1989 жылдың ақпанында кеңес әскері Ауғанстан жерінен полк шығарылды. Мен бұл хабарды содырлардан естідім. Олар жеңісті тойлап, аспанға оқ атып, құрбандыққа қой шалып жатты. Бұл олардың жеңісі еді. Енді мені сөзсіз өлтіреді деп ойладым. Орыстар кеткен соң, кеңес адамын тірі ұстаудың қажеті қанша? Бірақ мені өлтірмеді. Ахмат уәдесінде тұрды. Кетер жолың ашық, деді ол. Басында түсінбей қалдым. Қайда барамын? Қалаған жағыңа бар, сен енді азатсың. Мен оған сене алмай, аңтарылып тұрып қалдым. Сіз бостандықтасыз, деді елшілік қызметкері. Бұған біраз уақыт керек. 1 ай бойы тексерістен өттім. Елшіліктің ішіндегі
Баяғы жатақханама ұқсайтын шағын бөлмеде тұрдым. Мұнда жұмсақ төсек, ыстық су, күніне 3 мезгіл тамақ бар еді. Бірақ мен жұмсақ төсекке жата алмадым. Еденге, қатты жерге қисайдым. Асқазаным тарылып қалған, тамақ та батпады. Айнаға қарай алмайтынмын. Одан маған жат, жүдеп жадаған, қартайған, көздері өлі адам қарайтын. 32-де едім, бірақ 50-дегі кемпірдей көріндім. Наурыз айында ресми қағаз келді. Иә, медицина институтында Бәтес Кемелева оқыған. Иә, 80-ші жылдың сәуірінде Ауғанстанға аттанған. Иә, сол жылдың қыркүйегінде хабар ошарсыз кетіп, қаза таптыға саналған. Елге қайтуыңызға болады, деді дипломат. Мәскеуге ұшақпен, арғы жағы Алматыға жетесіз. Үйге. Мен үйге оралудың қандай болатынын елестеткім келді, бірақ түк шықпады. Ұшағымыз Мәскеуге 1991 жылдың сәуірінде қонды. Бұл жақтан ұшып кеткенімнен бері 11 жыл өтіпті. Әуежай сол баяғы қалпы, бірақ өзге дүниенің бәрі өзгерген. Адамдар бөтен, бәрі асығыс, жүздері суық, ашулы. Көшеде жаңа көліктер, жат жазулар, бөтен бейнелер. Мен Мәскеу көшесімен қай әлемде жүргенімді түсінбейтін елес сияқты келе жаттым. Алматыға пойызбен тарттым. Терезеге телміріп, сырттағы далаға, ормандар мен қалаларға қарап отырдым. Осыдан 11 жыл бұрын, дәл осы жолмен кері бағытта бара жатқандағы сезімді еске түсіргім келді. Есіме түсіре алмадым. Ол қыз баяғыда өлген екен. Түнделетіп жеттім. Асқар екеуміз тұрған үйге таксимен келдім. Кіреберісте тұрып терезеге ұзақ қарадым. Біздің бөлме сонда. Ол әлі сол жерде тұрам екен. Таныс баспалдақпен 3-ші қабатқа көтеріліп, оң жақтағы есіктің қоңырауын бастым. Есікті 30-дар шамасындағы аяғы ауыр сүйкімді келіншек ашты. Сізге кім керек? Деді ол. Мен даусым тағы да шықпай қалды. Бұл жерде Асқар Соқаев тұра ма? Тұрған, деді келіншек. 3 жыл бұрын көшіп кетті. Қайда екенін білмеймін. Біз пәтерді сол кісіден сатып алғанбыз. Түсінікті, рахмет. Төмен түсіп, анамның үйіне қарай беттедім. Таныс көшелер, таныс үйлер. Бәрі бұрынғыдай, бәрі мүлдем басқа. Есікті анам ашты, бірақ ол мені танымады. Аты жөнімді атап, тірі екенімді айтқанымда анам сенбеді. Менің қызым өлген, деді ол суық үнмен. Ас үйде отырмыз. Анам шәй демдеді, бірақ екеуміздің де тамаққа тәбетіміз жоқ. Дастархан басында үнсіз телміріп отырдық. Қолымды көрсетші, деді ол ақыры. Білегімді создым. Онда бала кезінде үстіме қайнаған су төгіп алғаннан қалған ескі тыртық бар еді. Анам дірілдеген саусағымен сол тыртықты сипап өтті де еңіреп қоя берді. Бәтес, құлыным, расымен сенбісің? Біз құшақтастық. Мен жылай алмадым. Көз жасым осыдан талай жыл бұрын Ауғанның тауларында түгесілген екен. Анам 80-ші жылдың күзінде қара қағаз алғанын айтты. Интернационалдық борышын өтеу кезінде қаза тапты делініпті. Мүрдемді де әкелмеген. Жарылыстан түк қалмады деп түсіндірген. Анам мені жоқтап, суретімді төрге қойып, зират басына белгі орнатып, бос бейітке барып жүрітті. Ал Асқар менің қаза болғанымнан кейін 2 жылдан соң ізім ғайым жоғалтты. Анам одан еш хабар ала алмаған. Бәлкім қаладан көшіп кеткен, мүмкін басқаға үйленген. Анам менің тірі оралғанымды айтқысы келіп, оны іздеген екен, бірақ таппапты. Қара шаңыраққа анамның қолына көштім. Баяғы өз бөлмеме жайғастым. Анам оны осы жылдар бойы қаз қалтында сақтапты. Сөредегі кітаптарым, шкафтағы көйлектерім бәрі орнында. Бәрі мен кеткендегідей, тек шаң басқан, маған мүлдем бөтен сияқты. Жұмыс іздедім. Тұрғылықты жерім бойынша емханаға бардым. Дәрігермін, дипломым бар дедім. Бас дәрігер маған күмәнмен қарады. Еңбек өтілімізде 11 жыл үзіліс бар екен деді. Ол қағаздарыма үңіліп. Медицина бұл уақытта қатты өзгерді. Жаңа дәрілер, жаңа емдеу тәсілдері шықты. Сізге қайта оқу керек. Мен дайынмын. Жақсы. Бірақ сізді бірден дәрігер етіп ала алмаймын.
Әзірге мейірбике болып бастаңыз. Кейін көрерміз. Келістім. Аудандық емханада қарапайым мейірбике болып орналастым. Ине шамшыдым, жара таңдым, қағаз толтырдым. Науқастар кезектің көптігіне, дөрекілікке, дәрдәрмектің жоқтығына шағымданатын. Мен үндемей өз жұмысымды атқара беретінмін. Кейде біреулер сөйлеу мәнерімнің бір түрлі екенін, сөздерді шатастыратынымды сұрайтын. Шетелде ұзақ тұрдым деп қысқа қайыратынмын. Қай жақ екенін нақтыламайтынмын. Түн баласы маған таулар кіретін. Түсіме Рашид, Ахмат және есімі жоқ басқа да бейнелер енетін. Көз алдында атылған жас солдат қайрат кіретін. Суық терге малынған күйі, жан дауысым шығып оянатынмын. Анам оянып кетпесін деп, айқайымды жастықпен тымшалайтынмын. Анам болған жардай туралы сөйлескісі келетін. Мен қаламадым. Тіпті айта алмайтын да едім. Өзім толық түсінбейтін нәрсені оған қалай ұқтырамын? Мені мүлдем басқа адамға айналдырған тозақты қалай жеткіземін? Бәтес, дейтін ол, шашымнан сипап. Сен дәрігерсің ғой, саған көмек керек. Психологқа, әлде жүйке дәрігеріне барсаңшы. Маған ештеңе керек емес, дейтінмін. Бәрі жақсы. Жақсы емес, көріп жүрмін ғой. Ұйқың жоқ, аш ішпейсің, күлмейсің, тірі өлік сияқтысың. Бәлкім, оныкі дұрыста шығар. Мен расымен де өлі адам едім. Ауғанстанға аттанған Бәтес сол жақта өлген. Ал елге оралған, оның сүлдесі ғана. 2 жыл өтті. Артынан тағы 3 жыл сырғыды. Мейірбике болып қала бердім. Дәрігерлікке қайта оқуға не күшім, не құлқым болмады. Азғантай жалақы аламын. Анаммен бірге тұрамын. Жұмыспен үйдің ортасында жүргенім сол. Не дос жоқ, не қызығушылық жоқ, не өмір жоқ. Анам 1996 жылы өмірден озды. Инсульт. Бір түнде алып кетті. Таңертең оны төсегінде, көздері ашық күйінде жатқан жерінен таптым. Жаназасын жалғыз шығардым десе де болады. Туысқандардан ешкім қалмаған. Мен жоқта анам достарынан да айырылыпты. Бейіт басында тұрып, енді міне жер бетінде сопайып жалғыз қалғанымды түсіндім. Менің шынайы болмысымды білетін соңғы адам келмеске кетті. Өткен шақтан еш белгі қалмады. Анамның пәтерінде тұрып жаттым. 4-ші қабаттағы 2 бөлмелі ескі үй. Анамның заттарын, өзімнің ескі дүниелерімді түгел шығарып тастадым. Ең керектілерім ғана қалдырдым. Кереует, үстел, орындық, шкаф. Артық ештеңенің керегі жоқ. Жұмыс істедім, ұйықтадым, тамақ іштім, тек тіршілік еттім. 1998 жылы емханаға жаңа дәрігер келді. Есімі Серік. Кардиолог. Жасы 50-лер шамасында. Әйелі қайтқан, 2 баласы бар екен. Байсалды, мейірімді кісі. Маған көңіл бөле бастады. Киноға, театрға шақыратын, гүл әкеліп беретін. Сыпайылық сақтап, шақыруын сирек қабылдайтынмын. Оған мұның не үшін керегін түсінбейтінмін. Менен не көрді екен? Іші қаңырап бос қалған, жаны жоқ сүлдені ме? Бәтес, деді ол бір күні. Сенің басынан ауыр күн өткенін білемін. Маған айтуға міндетті емессің. Кек қасында болуға рұқсат ет. Мен оған қараттырып ойландым. Не үшін? Менің ауыр тағдырымды арқалап не көрініпті оған? Мен саған ештеңе бере алмаймын дедім. Мен боспын. Жүрегімде түк қалмаған. Олай деме, деп қарсыласты ол. Сен жай ғана шаршағансың. Рұқсат етші, көмектесейін. 1999 жылы шаңырақ көтердік. Дүркіреген той жасаған жоқпыз. Жай ғана неке қидырдық. Мен оның үйіне көштім. Серік ерекше шыдамды, мейірімді жан еді. Менен қолынан келмейтін нәрсені талап етпеді. Бір төсекте жатсақ та, өзім дайын болмағанша маған саусағының ұшын да кигізбеді. Жақсы әйел болуға тырыстым. Тамағын пісірдім, үйін жинадым, қабағына қарадым. Бірақ сүйе алмадым. Жүректегі махаббат сезімі баяғыда өліп қалған. Дегенмен оған риза едім. Мейірім үшін, төзім үшін, маған қалыпты өмірдің елесін сыйлаған үшін шексіз риза болатымын. 2005 жылы ол да келмеске кетті. Өкпе қатерлі соңғы сатыс екен. Ақтық демі таусылғанша дәрігер ретінде де, жар ретінде де жанында болдым. Қолынан ұстап отырдым.
Соңғы сәтте ол маған әлсіз жымиды. Жанында болуға рұқсат еткеніңе рахмет, деп сыбырлады. Ол кеткен соң мен тағы да жалғыз қалдым. Қазір жасым 68-де. Анамнан қалған сол баяғы ескі үйдемін. 5 жыл бұрын зейнетке шықтым. Зейнетақым мардымсыз. Соғыс ардагері екенімді дәлелдей алмадым. Құжат жетпейді. Арада тым көп уақыт өтті, деп шығарып салды. Дүкенге барамын, базар аралаймын, тамақ істеймін, теледидар қараймын, кітап оқимын. Ара тұра зират басына анам мен Серіктің қабіріне барып тұрамын. Гүл қоямын, үнсіз тұрамын. Құран оқымаймын. Жаратушыға деген сенімім жоғалған. Егер Құдай болса, ол менен баяғыда теріс айналған шығар. Асқардан да, Серіктен де бала сүймедім. Бәлкім қайырлысы сол болар. Менен қандай ана шығар еді? Қуанышты сезбейтін, сүйе алмайтын, тіпті жылай да алмайтын адам балаға не береді? Кейде жаңалықтардан Ауғанстан туралы естіп қаламын. Жаңа соғыс, жаңа құрбандар, жаңа қасірет. Экранға қарап отырып, ештеңенің өзгермейтінін түсінемін. Ешқашан ештеңе өзгермейді. Жастар, Ол соғыстың мәнін түсінбейді. Олар үшін бұл тарих кітабындағы құрғақ дерек қана. 9 жол, 15 мың өлік, шектеулі контингент. Бұл жай ғана сандар емес қой. Әр санның артында тірі адам тұр. Біреудің қызы, біреудің ұлы, біреудің махаббаты. Арман қуып кетіп, мүлдем басқадан болып оралған, немесе мүлдем оралмаған тағдырлар. Мен оралдым. Бірақ шынымен оралдым ба? Түнде әлі күнге дейін сол тауларды көремін. Мылтық даусы, айқай шу, мұнарадан естілген азан даусы құлағымнан кетпейді. Түтін мен қанның иісін сезгендей боламын. Жүрегім атқақтап, суық терге малшынып оянамын да, бірнеше секунд қайда жатқанымды түсінбеймін. Тауда ма, тұтқында ма, үйде ме? Сосын көзім қараңғылыққа үйренеді. Таныс төбе, таныс қабырға, терезе сыртындағы тыныштық. Мен үйдемін, қауіпсіз жердемін. Бірақ сол қауіпсіздік сезімі жаныма орнықпай-ақ қойды. Ешқашан орнықпайтын да шығар. Орнымнан тұрамын, ас үйге барып шай демдеймін. Қараңғыда ыстық шайды ұрттап, таңның атуын күтемін. Кейде ойлаймын, сол жолы кетпей қалсам қайтетін еді? Асқардың, анамның кілін алсам ше? Кішкентай бөлмемізде қала бергенде ғой. Бәлкім бірнеше жылдан соң пәтер алар едік. Бала сүйер едік. Қарапайым емханада тұмау мен асқазанды емдеп отырар ма едім? Жалақымның аздығынан алып, күйбен тіршілік кешер едім. Іш пыстырарлық, бірақ қауіпсіз, қарапайым өмір. Бірақ мен ол жаққа борыш өтеу үшін әділдік іздеп, көмектескім келгендіктен бардым. Пәтер алып, жақсы өмір сүргім келді. Жастау едім, аңқау едім. Бұл әлемде жақсылық қана жеңет деп ойладым. Сол ақымақтығым үшін өмірімнің 11 жылымен, одан кейінгі тағдырыммен өтеуін төледім. Адамдар, сені өлтірмеген қиындық шындай түседі дейді. Бұл жалған сөз. Қиындық сені шыңдамайды. Ол тек тірі қалдырады. Бірақ тірі қалу мен бүтін қалу екеуі екі басқа дүние. Мен тірі қалдым, оралдым. Содан бері тағы 30 жыл өмір сүрдім. Бірақ менің жаным сол тауларда қалған сияқты. Мұны жеңіс деуге бола ма? Білмеймін. бір білерім, Бәтес Кемелева есімді бойжеткен 1980 жылдың қыркүйегінде Ауған тауларында қаза тапқан. Араға 11 жыл салып елге оралған, оның құр сүлдесі ғана. Қалай өлу керектігін ұмытып қалғандықтан ғана жер басып жүрген кезбе елес. Ас үйде мұздай суыған шайға телміріп отырмын. Терезе сырты бозарып, жаңа күн атып келеді. Қазір орнымнан тұрамын, жуынамын, киінемін де, нан алуға дүкенге шығамын. Сосын мүмкін бейіт басына барып қайтармын. Кешке теледидар қараймын, төсекке қисаямын. Түн ортасында үрейлі түстен шошып оянамын. Сөйтіп бәрі қайта басталады. Менің өмірім осы. Мен армандаған, қиялдаған өмір емес. Менің лайық болған тағдырым да бұл емес еді. Бар болғаны, пешенеме жазылғаны осы. Күн артынан күн, жыл артынан жыл өткізіп, сүйретіліп тіршілік етіп жүрмін. Себебі тағдырдың маған қалдырғаны тек осы ғана.